Сәлеметсіздер ме достар, қалдарыңыз қалай? Менің арныма қош келдіңіздер. Сіздермен Айзада. Бүгін мен сіздерге өте оңай дайындалатын әрі қарапайым заттардан жасалынатын пирогтың жасалу жолын көрсететін боламын. Видеоны көрмес бұрын каналыма тіркеліп, жанында қоңырау белгісін басып қойыңыздар. Ал ендеше бастайық. Ең алдымен таза бір ыдысқа жұмыртқаны және қантты біріктіріп, венчиктің көмегімен жақсылап аппақ көпіршік болғанша араластырамыз. Бұл жерде миксердің қажеті жоқ. Қарапайым вилканың көмегімен де араластырсаңыздар болады. Жұмыртқаның температурасы да маңызды емес. Ал енді осының үстінен майонезді саламыз. Оны да 200 грамм етіп, және де тағы да жақсылап араластыратын боламыз. Көбінде қонақ күткенде салат жасағанда майонезіміз артылып қалып қойып жатады. Сондай майонезді осы пирогқа қолданып жіберсеңіздер болады. Бір келкі болғанша жақсылап араластырамыз. Алдын ала електен өткізілген ұнның үстінен бір шай қасық қопсытқышты салып, жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін жаңағы жұмыртқалы массамыздың үстінен салып, тағы да жақсылап араластыратын боламыз. Сонда біздің қамырымыз дайын болады. Біздің қамырымыз қою қаймақ тәрізді болуы қажет, ал енді май жағылған немесе пергамент қағаз төселген формаға қамырымызды құйып, алдын ала қызып тұрған пешке салып, әдемі қызарғанша пісіретін боламыз. Пирогқа қажет заттардың барлығын описание бөлімінде толық жазбаша түрде қалдыратын боламын. Пирогты 22-24 сантиметрлік диаметрлі формада пісірсеңіздер керемет болып шығады. Дайын пирогымыздың түрінеке дәл осындай болып шығады, өте жұмсақ әрі нәзік. Достар, сіздерге менің видеом ұнаған болса, міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі видеоға дейін сау болыңыздар.